Қызылорда облыстық Ақмешіт Сырдария мешіті. Қызылорда қаласы еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан. Тарихы бай, өндірісі өркендеген. Өткен ғасыр басында ұлт зиялылары қызмет еткен рухани орда. Алаштың анасы атанған киелі мекен Сыр елінің бейнесінде терең саяси мән мен рухани қазына жатыр. Тұңғыш астанамыз Ақмешіт аймағында ертеде жер асты мешіті болған деседі. Ұзақ жылдар бойы құпия сақталып келген ғибадатхана ішінде тұрғындар асыл дінімізді ұстануға қысым жасалған замандарда жасырын түрде құлшылық еткен көрінеді. Ал қазір Аллаға шүкір, тәуелсіз бейбіт отанымызда діни ошақтар қалтқысыз халыққа қызмет етуде. Солардың бірі Қызылорда облыстық Ақмешіт Сырдария орталық мешіті. Қалаға кіретін Сұлтан Бейбарыс көшесі мен Нұрсұлтан Назарбаев қиылысынан орын тепкен ғибадат үйі 2008 жылы қыркүйек айында қасиетті Рамазан айының айт мерекесі күні жергілікті жамағат игілігіне берілді. Жер аумағы 0,257 гектарды құрайтын діни нысанның 4 мұнарасы алыстан мен мұндалайды. Алдыңғы 2 мұнаралардың биіктігі 37 метр, қалған 2 кіші мұнараларының ұзындығы 22 метр. Қызылорда қаласының көркіне өз үлесін қосып тұрған алып мешіттің салынуына Өтемұратовтар әулеті мен діни құрылыс нысанының сапалы әрі сәнді бой көтеруіне атсалысқан Алматылық күмбез жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жергілікті жамағат дән риза. Жомарт жандардың демеуімен бой көтерген Алла үйінің жалпы 7 күмбезі бар. Диаметрі 20 метрден тұратын орталық күмбездің сұлулығы көз сүйсінтеді. Қоқаннан келген шебер Шәміл Асатбаевтың қолынан шыққан әсем туынды орталық күмбез басындағы айшықтар алтыннан құйылған. Ал күмбездің ішкі көрінісіне зер салсаңыз, қою сия көк түстердің барлық гаммасы өзара үйлесім тауып, ою өрнектері сауатты безендірілген. Орталық күмбезден түсіп тұрған алып аспалы шам 360 ұсақ майда хрустальдармен толықтырылған. Ерлер намаз оқитын негізгі зал күмбез айналасындағы майда терезелер арқылы күн шуағына малынып тұр. Құбылаға бетінің безендірілуі де көздің жауыналардай өте әдемі. Михраб айналасына жасыл, көк, сары сынды қанық түстерді қолданып, плитка беттеріне Құран аяттары жазылған. Декоративті ақ түсті панельден жасалған имам мінберінің баспалдақ беттеріне де қазақы оюлар бейнеленген. Имандылық үйінің сыртқы қабырғалары бағалы травертин тастармен қапталып, сондай-ақ қою жасыл түсті гранит тастармен көмкерілген. Ал ішкі интерьер көрінісінен алтын түсті Құран сүрелерін, ұлттық нақыштағы өрнектерді жиі байқауға болады. Сондай-ақ Қоқандағы 100 жылдық қарағаштан қашалып жасалған 6 қапсырмалы алып есіктері Алла үйінің ажарын ашып тұр. Арасында Алланың мешіттерін Аллаға және ақырет күніне иман келтірген, сондай-ақ намаз оқып зекет берген және тек Алладан қорқатын пенде ғана тұрғызады. Міне олар шын мәнінде тура жол тапқандар. Тәубе сүресі 18 аят. Ақмешіт Сырдария құлшылық үйінде бір мезетте 2000 адам иық тіресе намаз оқи алады. Мұнда ерлерге арналған бір үлкен, 2 кіші намаз оқитын дәліздер мен 300-ге жуық әйелдер жамағатына жасақталған намазхана бар. Бұдан бөлек, Ақмешіт Сырдария ішінде діни басқарма бекіткен түрлі оқулықтар орын алған үлкен кітапхана мен 2 дәрісхана орналасқан. Интерактивті тақтасынды заманауи құрылғылар арқылы мұнда түрлі діни шаралар өткізіледі. Қала келіншектеріне арнайы жасалған ерекше жағдайдың тағы бірі Алла үйінің астыңғы қабатында тегін тігіншілікті үйрететін шебер әйел қолөнер орталығы жұмыс істеп тұр.
тігін өнерінің қыр-сырын меңгеруге ниет білдірген кез келген нәзік жанды толығымен іс тігіп, оны жетік меңгергенше мамандардан 2 ай бойы аптасына 3 рет тәлім алады. 20 орынға шақталған қолөнер орталығында әйелдерге қатысты шебер сағаттар өткізіліп, үйренуші әйелдер жамағатына алған білімін кәдеге жарату мақсатында арнайы сертификат беріледі. Байқағаныңыздай, мұнда да ұлттық танымды дәріптеу ұмыт қалдырылмаған. Бұл қазақы бұрыш болашақта үлкен мұражайға айналуы әбден мүмкін дейді мешіт имамдары. Алла үйінің таңғажайып бөлмелері мұнымен біткен жоқ. Алла үйінің 2-ші қабатында Таным медиа рухани арнасының студиясы орналасқан. Түрлі діни тақырыпта подкаст сұхбат сынды уағыздар түсіріліп, көпшіліктің көзайымына айналып үлгерген. Таным медиа рухани арнасы 2021 жылдың сәуір айынан бастап жергілікті халыққа психологиялық кеңес пен діни ақпарат таратып, таным көкжиегін кеңейтуде. Сондай-ақ құлшылық үйінің 1-ші қабатында діни сұрақтар бойынша кеңес беру орталығы, Құран оқыту бөлмесі және жас жұбайларға отбасылық құнды кеңес пен рухани қолдау көрсететін неке қию бөлмесі қызмет етуде. Отбасының берекесі имандылықтан бастау алатынын терең ұғынған бақытты жұптар көп болғай деп тілек білдіреміз. Уа адамдар, шүбәсіз сендерді бір ер мен бір әйелден жаратты. Сондай-ақ сендерді бір-бірімен танысып табысуларың үшін сан алуан ұлыстар мен руларға бөлдік. Біле білсеңдер, Алланың алдындағы ең ардақтыларың, ең тақуаларың. Хужурат сүресі 13-ші аят. Ақмешіт Сырдария мешітіне келушілерге арналған 2 көлік тұрағы бар. Сондай-ақ мешіт ауласында соңғы үлгідегі жаңа технологиямен салынған ерлер және әйелдер дәретханасы жұмыс істейді. Дәретхана ішінде 50-ден аса келушіге бір мезетте дәрет алу мүмкіндігі қарастырылған. Аулада шамшырақтар мен гүлзарлар және келушілерге арнап орындықтар қойылған. Сыр еліне жолыңыз түссе, шаһардың сәулетіне сән қосып тұрған Ақмешіт Сырдария мешітіне соқпай кетпеңіз. Алла баршамызды жүрегі мешітке байланған саналы елдің сапалы ұрпағы болып, тақуа жандардың қатарынан болуды нәсіп еткей деп тілейміз.